Merhaba arkadaşlar, sizlerмен birге мен Айдос. Мен қазір Стамбулға келдім футбол көру үшін. Измирден билет ала алмағаннан кейін қазір осы жерден көреміз. Қалай болады, қанша болады, қандай құжаттар керек. Ендеше кеттік. Сағат бізде 10-25 кетті. Билет қалама, қамайма көреміз. Сыртта билеті жоқтар деп андай перекупщиктер жүр. Қазір билет болмаса, олармен де сөйлесіп көреміз. Достар, билет алдым, бірақ кассада емес, кассада билет жоқ, интернетте де билет жоқ. Сағат 11-де ашылды, сатылым уақыты 11:30-да, уже пока очередьте тұрған кезде 11:30-да ешқандай билет жоқ. Сөйтіп біз сыртта жүрген перекупщиктер ма бұлар, не деп айтамыз бұларды, солардан алдық. 200-300 лира тұратын билетті 3000 лираға алдық. Амал жоқ, сонша Барселона матчын көргім келген кезде бұл матчқа кірмей кеткен ұят болады деп алдық. Кассадан алмаған тағы бір себебім, билет жоқтан бөлек мен постолик аша алмадым. Осы орайда сіздерге тағы бір керек кеңес. Постоликті өздеріңіз сайттан никогда ашпаңыздар. Аша алмайсыздар. Ошибка шығады. Ошибка шыққанның ішінен, кесірінен мына жақтағылар сіз ашуға попытка жасап, сіз енді соны ары қарай жалғастырыңыз өзіңіз. Біз істей алмаймыз дейді. Ал сіз оны ары қарай жалғастырсаңыз, сізге ошибка шығарады. Оған себеп көп, потому что сіз қазақстанский нөмірді жаз дейді, оған SMS келмейді, сондай проблемалары көп. Ары қарай жалғастыра алмайсыз. Сонымен не мына жақта істей алмайды, не өзіңіз интернеттен істей алмайсыз, сонымен екі ортада қалып қоясыз. Ешкім істей алмайды постолик. Сол үшін өзіңіз істеместен бұрын осы жерге келіңіз, 5 минутта істеп береді. Карточканы сразу береді еще қолыңызға. Бағасы 70 лира. Ал енді осы жерде қызық жағдай, бағанағы билет сататындар, мен 3000 лираға алдым ғой билетті. Олар маған постоликті істеп берді. Білмеймін қалай олар бәрін істей алады, короче. Постоликті сол жерде тұрды, біреуге менің паспорт нөмірімді жіберді, тік постоликті де ашып берді, билетті де алып берді. Ал постоликті қай жерден ашасыз? Бізде Измирде Алсанжак стадионының жанында бар. Ал мына жақта Неф стадион, негізі стадиондардың жанында болады негізі. Постолик ашқан кезде қай команданың футбол матчын көргіңізге батыр, сол командаға болеть етемін деп айту керек. Мысалы, сіз Измирде Göztepe ғой, Göztepe'ге болеть етемін десеңіз, сіз Галатасарайдың уже матчтарына билет аламай қаласыз. Галатасарайға алсаңыз, кейін Göztepe'нікіне кіре алмайсыз. Сондай әрқайсына жеке-жеке ашу керек. Ол, кстати, болады. Менде қазір Göztepe'нікі де бар, Галатасарайдыңкі де бар. Қой, билетті алдық, енді жататын гостиница іздейік енді, осы жақын жерден. Достар, бүгін кешкісін футбол, ал футболға дейін 5-6 сағат уақыт бар. Ол аралықта. Мынаны қараңыздар. Легендарный Арда Туран бүгін шығады екен, шықпайды екен, өзінің бывший клубына қарсы. Ал оған дейін, кешке дейін қаланы көрейік, Стамбулды. Осы кезде сіздерге айтып кететін керек кеңес. Қаланың ішінде таксимен жүрмеңіздер, ол өте қымбат. Бұл жаққа келген кезде андай Стамбул карт алып алыңыздар. Мен аны 25 лираға алдым. Ішіне 25 лира салдым. Метроға да кіре бересіз. Или болмаса автобус, транспорттың бәрін қолдана бересіз осы. Сосын бұл 1 жылға дейін жарамды. Яғни жоқ, 1 жылдың ішінде қолдану керек. Қолданбаса, 1 жылдың ішінде қолданбасаңыз, бұл блокировкаға түсіп қалады. Мен 1 жылдың ішінде келем деген үміттемін. Егер бұндай картты алмайым, жоқ, Стамбулға бір-ақ рет келем десеңіз, мынандай жерден алсаңыз болады. 2 кез дейді, 2 рет міну үшін, екілеме 3 кез карт, 23 лира. Бұл да тиімді. Ішінде негізі 5 рет 5 карта алатыны бар еді. Ол әше тиімді. А бұл уже одноразовый билетті. 1 рет аласыз, 1 рет қолданасыз, болды. Шайқаларды қалай шақырады өзі? Мен кіс-кіс деп шақырам.
Екінші кіргенге 3,92 алады екен. Eskindей скидка жоқ Измирдағындай. Болельшілер уже стадионға қарай кетіп барадыр. Метрода. Соғышмен Барселонаның формасы киген қапасына. Достар, бұл стадионға Реал Мадридте келген 2019-да. Жалпы Турцияға топовый командалар да келеді. Интерде келген, Лацио, яғни сіздің де жақсы көретін командаңыз келуі әбден мүмкін. Сол үшін Турцияда оқыңыздар. Турцияда оққан ол тек қана сабақ емес, ол саяхат, ол еще спорт, футбол. Енді осы орайда мен Global Studentsке рахмет айтқым келеді. Турцияға оқуға жібергендеріне предлагать етіп, ешқандай өкінбеймін келгеніме. Дәл қазір эмоциямды айтып жеткізе алмаймын. Қуанышымда шек жоқ. Қараңызшы, именно мен ол жаққа оқуға келген кезде Барселона тарихта бірінші рет Лига Европаға түсіп қалды. Сосын ол 1-4-те именно Галатасарайға түсіп қалған, қарсаңызшы, бәрі совпадение. Барселонаның ойыншылары шықты. Барселонаның бывший игрогі. Ана бірінші матчта өте жақсы ойын көрсетті. Ең үздік ойыншы болды деймін осы. Шаршадым. 2 сағат бойы секіріп тұрдық, отырмадық. Күшті болды. Құлақтарым әлі зыңылдап отыр. Ысқырып. Барселона көп доппен владеть етеді, сол кезде бәрі ысқырды. Бірақ ұнамаған жерлерде болды. Біріншіден кіреберісте менің туымды алып қалды. Қайтарда береміз деп еді. Қайтарда жоқ ешкім. Екіншіден Барселонаға болеть етсең қиын болады. Түрк болельшіктердің қасында Барселона гол соқса қуанамайсың, ана жерде ішіңнен ғана қуанасың. Бір жерде Дембеле деп айқайлап қойып едім. Бәрі жалт қарады. Сосын ұнамаған жері именно иностранецтер кисе Барселонаның шарфын соны шешкізіп жатыр. Негізі ол шарфта бір жағы Галатасарай, бір жағы Барселона, бірақ
сонда да шеш деп, хотя өздері киіп алған, сонда бір кейбір болельщиктері. И Барселона бірінші келіп тұр ғой бұл жерге негізі қонақ болып. Соған су лақтырып, қонақжай болып қарсы алмады. В целом матч күшті болды, тартысты болды, 2-1. Барселонаға оңай болған жоқ. Енді шығынды айтатын болсам, 5,5-6 мың лирада кетті примерно. 190-200 мың теңге кетті. Одан азырақта шығатын беді негізі. Егер мен Пассоликті ертерек алып, сайттан алған кезде. Потому что сайтта болды, осыдан 2 апта бұрын Галатасарайдың 6 ойына 1000 лираға да болды. Нормальный орындар, жанындағы VIP орындар 1000 лира, 1500 лираға болды. 6 ойынға, оның ішіндегі осы 14-ті артта панден күні ма, воскресенье ма 14-ті Бешикташпен ойнады. Ол кезде Галатасарай ұтыпты 2-1 болып. Дерби ол да қызық болады. Ал мен қазір, получается, VIP емес, 200 лира тұратын орын негізі. Соны 3000 лираға алдым. Біздің алған билет ол болельщиктердің секторы ғой. Әр жерде өзінің точкасында болельщиктердің өздерінің бір главныйлары ма болады. Солар тұрып халықта не істеп отырады, күш беріп отырады, айқайлатып, команда беріп отырады. Барселона гол соққан кезде мынандай момент болды. Тура біздің алдымызда Барселона гол соқты, сөйтіп праздновать етіп, мен соны видеоға түсіріп атсам, сол главный түсірме видеоға деп, типа соперник салып жатыр ғой, оны не үшін түсіріп атсың деген сияқты айтады. Жалпы болельщиктері нағыз Галатасарайдың жандар ашып, сөйтіп футбол көретін адамдар екен. Осымен бітті, достар. Көп керек кеңестер айттым деген ойдамын. Қанша ақша кетті, оны да айттым. Ал енді біздің алдымызда 22 наурыз келе жатыр. Мейрам біз үшін, соны біз студенттермен ұйымдастыруға тырысамыз. Наурыз көже пісіріп, мұғалімдерге беріп, бауырсақ пісіріп, көрсін. Соны ұйымдастыруға тырысамыз. Сол туралы видео түсірем міндетті түрде. Онда келесі кездескенше, жеңісті күндерде жолыққанша.